Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері, ер азаматтар, оның ішінде біздер қолымыз босаған кезде мынандай бір заттар жасап жатырмыз. Соны видеоға түсіріп жатырмын. Біздің үйде бірталай доғалақтар бар еді. Машинаның доғалағы. Соны кесіп мынандай гүл егетін жасап жатырмын. Бірнеше машинаның жиналған доғалақтары ғой. 2 күн бе кестім осының бәрін. Кесу ештеңе емес, айналдыру қиындау екен. Мына кейбір фирменный мықты доғалақтар айналмайды қатты. Соны кейбіреулерін андай қылып кестім. Бұл фирменный бір доғалақ қой. Жақсы доғалақ. Йокохама деген. Бұларды кесу қиын екен. Айналдыру, то есть. Кесу ештеңе емес, айналдыруы өте қиын. Бір крокодилдің терісін айналдырғандай боласың кәдімгі. Қолға күш түседі. Мынандай алып кесіп барып айналдырдым да. Қалғандары российский доғалақтар жұмсақ айналады да, жақсы. Сосын зимний доғалақтарда шамалы қаттылау болады екен. Қысқы доғалақтар ше. Осындай доғалақтар аулада жиналып жатыр еді. Не істеуге болады деп интернеттен қарап, осындай гүл егетін жасайын деп кірісіп жатыр. Мынау деген ұшым 20 шақты доғалақ үйде жиналған. Астында мынандай мотоциклдің доғалағы бар. Соны қояйын деп тұрмын. Ұшым мынандай болады ғой. Міне. Кеше осылардың бәрін жудым, шөткілеп. Алдына жуып болмаса, ертең красканың бәрі түсіп қалады да. Кеше осының бәрін жуып, тазалап сумен, шөткілеп. Бұйырса, осыларды бояу керек. Бүгін Алла қаласа бояуға кірісетін шығармын. Түстен кейіндері. Обедтен кейін бе. Ақтөбе қаласы. Осы неден ютубтардан көресің, орыстар бірдеңе жасап жатады көбіне. Шымкенттің жағында жігіттері пысық қой көбіне. Огородқа бірдеңелер тіліп жасап жатады осындай заттар. Солардан кембіз бе деп, оларды кемсіткен емес. Біздің де қолымыздан келеді шығар деп, осыны жасап жатырмын. Ақтөбенің жігіттері де жасайды ғой деп. Ол асып баратқан бір шеберлігім жоқ қолымның. Сонда да әйтеуір істеп жатырық. Ауланы сәндеу жұмыстары. Сосын мынандай зат істеп жатырық. Қазір көрсетіп жіберейін. Тоже интернеттен көріп, тоже гүл егетін бұл да. 3 доғалақты салып, кесіп, өткізіп ары қарай. Көргендеріңіз бар шығар. Мынандай зат қой. Бұны да бояу керек, гүл егу керек сосын. Осы ауланы осылай сәндеп жатырық қой, қолдан келгенше. Мынандай зат. Одан кейін қол бос кезде осылай істейміз енді. Жаңа доғалақтар. Кескен пышағымды көрсетейін. Жуған шөткі, мынандай шөткімен сулап алып жудық. Мына пышақпен обычный қайырап отырып, осымен кестім. Кесуі ештеңе емес, бәрінен де айналдыру кәдімгідей. Айналдырғаны көрсетпейді ғой көбісі. Айналдырған кәдімгідей күшке түседі екен. Осы мына жаққа мынандай заттар істеп жатырмын. Чайник. Сосын 2 кружкасымен тоже гүл егетін. Онда просто қойып бояу керек. Мынандай чайнигі әдемі сияқты. Чашкілерді бұл. Енді бояғасын топырақ салып кескіні келе береді ғой, гүл еккесін. Осындай интернеттен көріп едім, соларды жасап жатырмын. Бұйыртса бояғанды да саларым, бояп отқанда да түсіріп, бояғаннан кейін, гүл еккеннен кейін де тағы да түсірерім. Әзірше осы сұрақтарыңыз болса, жазып кетіңдер, комментарияға жауап беремін.
енді айтып жатырмын ғой жаңа, бір мықты күнде жасап жүрген зат емес, бірінші рет жасап жатырмын бұндай. Үйде 20 шақты доғалақ жиналып қалған еді, соның бәрін істесем болады деп жер үйге, аулаға осындай заттар жасасам деп осындай мен айналысып жатырмын қол бос кезде. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап берем, комментария қалдырыңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша. Ер адамдарға кішкентай болса да жаңа бөлісіп жатқаным ғой. Үйлерін, аулаларын сәндеп осындай гүл егетін істейтіндер болып жатса, осындай жасауға болады деп сол ер адамдармен бөлісіп жатырмын.